Қайырлы күн подкаст көрермендері. Бүгін бізде қонақта Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Әлихан Бөкейхан атындағы Қазақ орта мектебінің директоры Боранбаев Жанат Жұмашевич. Қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы бүгінгі өткен педагогикалық хакатоннан алған әсеріңіз қандай? Бүгінгі хакатон жалпы өте жақсы деңгейде ұйымдастырылды. Біріншіден ұйымдастырушыларға рахмет. Екіншіден оған белсене қатысқан сайыскерлеріміз, мектеп директорлары өзінің іс тәжірибелерімен бөлісті. Сондай-ақ қандай проблема бар екенін анықтай отырып, оған талдау жасап, саралай отырып, сол проблеманы шешудің жолдарын ұсынды. Сол шешу жолдарындағы түрлі әдіс тәсілдер, түрлі платформалар, түрлі ой пікірлер қозғап, жағдаяттарын шыға білді. Міне осы әсерім, менің өзіме түйгенім, кез келген проблеманы қарым-қатынас жасай отырып, белгілі бір платформаларға сүйену, әдіске сүйене отырып, кез келген проблеманы шешуге болатындығын түсіндім. Және осы жолдағы белсенді танытқан әріптестеріме дән ризашылығымды білдіргім келеді. Келесі сұрағым, осындай педагогикалық хакатон көшбасшыларға қандай мүмкіндік береді деп ойлайсыз? Біріншіден, өзгеріске тез бейімделу, екіншіден, проблемаларды тез шешу, әрі оңтайлы, ешкімге зиян келмейтіндей, немесе пайдасы келмейтіндей проблеманы шешу. Себебі бізде жұмыс істейтініміз оқушы, ата-ана, мектеп қой. Сондықтан да барлығына да жағдайды, мүмкіндікті бірдей жасау керек. Сондықтан да үшіншіден, тағы бір керемет ұнағаны маған, үшіншіден тайм кипер, уақыт менеджмент. Осыны біз әр тұста уақытты үнемі тиімді пайдалануымыз керек. Сонда ғана бізден үштік одаққа да тең уақыт бөле аламыз. Сұхбатыңызға көп рахмет, жұмысыңызға табыс тілейміз. Қош сау болыңыздар. Рахмет.